Бүгін біздің қаладағы 22-ші аула клубын ашып отырмыз. Бұл осы Василий Бартольд көшесінің бойында орналасқан Профит атты аула клубымыз. Бұл Профит аула клубының жұмысы бұрын вокзал жақта іске асқан, өзінің тарихы бар. Ішінен осы ел чемпионы, Азиян чемпионы қатысқан азаматтар шыққан үлкен аула клубы. Бұл жерде дзюдодан, қазақша күрестен, одан бөлек өзіндік жаңағы ушудан, еркін күрестен және осы өзін-өзі қорғау секілді спорттың түрлерінен, самооборона деп айтамыз ғой, сондай түрлерінен жетік меңгерген балалар жұмыс жасайды. Осы бір аула клубының өзінде бізде 300-ден астам жастар, жасөспірімдер, азаматтар дене шынықтырумен айналысады. Осындай аула клубтары ашылып жататын болса, азаматтар өздері ұйымдастырып жататын болса, біз тренерлардың жұмысын тегін ұйымдастырып береміз. Соның арқасында сол аулада, сол ауданда, аймақта тұрған азаматтар сол жерге барып тегін жаңағы спортпен айналыса алады, не болмаса жаңағы шахмат, дойбы деген секілді өздерінің ұсыныстарына байланысты тұрғындар жиналып шешсе, сол бағытта біз ашып қолдау, көмек көрсетуге өз тарапымыздан дайынбыз.